Сәлем достар, сіздермен бірге қысқадан нұсқа каналы. Бүгін мен сіздерге керемет кино жайлы айтатын боламын. Киноның аты Роман. Кино Анита есімді әйелдің өмірі жайлы болады. Ол мектепте дене шынықтыру пәнінің мұғалімі. Мектепке жаңадан кірген Анита өзінің оқушыларымен танысады. Оларға өзі жайлы айтқаннан кейін оқушылардан да соны талап етеді. Таныстық жақсы өткеннен кейін оқушылардың арасынан Маркус есімді оқушы өзінің мүшесі үлкен екенін айтып жарсалады. Бұны естіген барлығы күледі. Анита ғана күлмей ашуланып тұрады. Бұл Анитаның жағымсыз жағдайға қалдырады. Үйде Анитаның екі өгей қыздары әкесінің туған күнін тойлап жатады. Ол Хасса есімді Анитаның жұбайы. Сосын Хасса әйелі Анитаға бірнеше күнге жұмыс бабымен алысқа кететін жайлы айтады. Соны естігеннен кейін Анита күннен күнге мазасызданып жүреді. Бірнеше күн өткеннен кейін Анитаға белгісіз бір адамнан хат келеді. Хатта сен әр күн таңертең жүгіргенде секси көрінесің деп жазылған. Анита таңғы жүгіруге шыққанда біреудің аңдып жүргенін байқап қалады. Келесі күні сабақ кезінде Маркус Анитаға қайта-қайта қырындап қоймайды. Анита басқа бір мұғаліммен сөйлесіп келе жатқанда Маркус басқа бір оқушыны ұрып жатқан жерінен көріп қалады. Анита Маркусты ажыратып басқа бөлмеге алып кетеді. Және онда оның денсаулығын тексереді. Маркустың бас сүйегінде жарақат бар екенін біліп, оған массаж жасап береді. Маркус Анитадан мен жайлы ойың қандай деп сұрап, оны қоздырып сүйгісі келеді. Дәл сол уақытта бөлмеге қыз кіріп келеді. Осыдан кейін Анита бұлай болуға болмайтын жайлы ойлайды. Сол түні Анита Маркустың инстаграмын тауып алып, оған хат жазады. Онда бүгін болған оқиғаны ұмыт деп, енді ондай қайталанбауы керек екенін айтады. Бірақ Маркус жауап ретінде өзінің жалаңаш суретін жібереді. Анита қиналса да бұл әрекетіне мән бермеуге тырысады. Кейін үйіне біреудің тағы да гүл келгенін көреді. Күйеуі Хассадан ішінде кімнен екенін жазылмаған ба деп сұрайды. Хасса әйелінің сұрағына күмәнданады. Келесі күні мектепке Маркустың ата-анасы кешегі төбелесті сөз қылу үшін келеді. Анита Маркустың ата-анасымен танысады. Таяқ жеген оқушының ата-анасы Маркусты полицияға бермекші екенін біледі. Нәтижесінде Маркусты Берлинге саяхатқа жібермейтін жайлы айтады. Ашуланған ата-ана осы жайлы Анитамен сөйлескісі келеді. Ал Маркусқа бәрібір. Ол Анитаға үстел астан аяғымен тиіседі. Анита бұны сезгеннен кейін әңгімені тез доғарып тұрып кетеді. Анита көлігіне отырып үйіне қайтпақ болғанда, Маркус қасына отырып алады. Анита оны қуғысы келеді, бірақ түк шықпайды. Маркус оны құшақтап сүйе бастағанда, Анита оған шыдамай көне кетеді. Бұл олардың романының басы болатын. Бірнеше уақыт өткеннен кейін Анита Маркусқа бауыр басып, тіпті онымен өзін комфортны сезінетінін біледі. Маркусты көлігімен апарып тастайын деп айтады, бірақ Маркус өзі кетіп қалады. Бірнеше күн өткеннен кейін Анита Маркусты қатты іздей бастайды. Анита күйеуімен бірге болса да Маркусты елестете береді. Маркус уақыт өте келе Анитадан қашқақтай береді. Анита Маркусты қатты іздегені соншалықты ол Маркустың үйіне барып, Маркустың анасымен танысады. Маркус оны көрген бойда қашқысы келе береді. Анита оның артынан жоғарыға көтеріледі. Маркусты жуынатын бөлмеде шомылып жатқан жерін көріп, оған қосылып кетеді. Уақыт өте Анита Маркусты қатты бауыр басып қалады. Оны әр жерден іздейді. Күйеуі Хасса Анитадан үнемі кіммен жазысасың деп сұрайды. Бұл жай ғана жұмыстасым, менен кеңес сұрап жатыр деп алдап жібереді. Кейін жұмыс бабымен Хасса мен Анита Хассаның жұмыс партнерларымен кездесуге барады. Анита Маркустан игнорды байқағасын уайымдап, кездесу ортасында Маркусты іздеп кетіп қалады. Оны достарымен отырған жерінен тауып алады. Екеуі көлікте отырып әңгімелеседі. Анита одан қайда жоғалып кеттің деп сұрайды. Маркус өз сыныбынан бір қызды ұнатып қалғанын айтады.
Оны естіп қиналған Анита білдірмей Маркусқа сәттілік тілейді. Маркус достарына қайта оралып қосылады. Көңіл күйі түскен Анита күйеуінің қасына оралады. Апта бойы Анита көңілсіз күй кешіп, өз-өзін қолға алуға тырысады. Мектепте Маркустың Мина есімді қызын көріп, ашуына ерік береді. Анита қыздар киінетін бөлмеге кіріп, Минаның телефонын қараса, оның ішінде Маркуспен сөйлескен чатын көріп, оған жалаңаш суреттерін жібергенін көреді. Анита Минаның жалаңаш суретін пост қылып жариялап жібереді. Бір сағаттан өте Мина ваннада жылап отқанын Анита байқап, оны дым болмағандай жұбатады. Мина бұл істі Маркустан көреді. Ол ойын Анита да қолдайды. Бірнеше күн өткеннен кейін Анита Маркус пен Минаны ажырата алмағанына көзі жетеді. Олар бәрібір бірге екенін көреді. Келесі күні соңғы шешім ретінде Анита Маркуспен кездеседі. Оны көріп, Маркус қатты ыңғайсызданып кетеді де аңдуын қоюын сұрайды. Бірақ Анита оған жүкті екенін айтуға келген болатын. Көлікте ол балаларының УЗИ-дегі суретін көрсетеді. Маркус менің балам екеніне сенімсің бе деп сұрайды. Ал Анита иә деп оның күйеуінен бала көтере алмайтынын айтады. Маркус осы жаста әке болатынын біліп қорқып жылайды. Оны Анита жұбатып бірге болатынын айтады. Маркус Минаға еш нәрсе айтпауын сұрайды. Бірақ Анитаға бәрібір еді, тек Маркусты жиі көріп тұрса болды. Маркус қатты қайғырып үйіне қайтады. Келесі күні Анита дүкенге барып киім алады. Сол жерде кездейсоқ жұмыстасымен қағысып қалады. Анита кетіп қалайын десе, әлгі мұғалім мектепте бір сыбыс бар, онда бір оқушы мұғаліммен көңіл қосып жүрген екен дегенді айтады. Қобалжып кеткен Анита бұны білмейтінін айтып құтылады. Анита Маркусқа не болып жатыр деп жазады, бірақ Маркус жауап бермейді. Бірнеше күн өткеннен кейін таңертең үстел үстінен УЗИ-дің суретін көреді. Оны Маркусқа Анита берген болатын. Дәл сол уақытта балконда Хасса Анитаға қадалып қарап тұрады. Есіктің қоңырауын біреу басады. Есікті ашса, Маркустың анасының тұрғанын көреді. Ол барлығын біліп қойған, себебі анасында Маркустың телефоны болған. Анасы Анитадан расында жүктісің бе деп сұрайды. Маркустың өмірінде ұстап тұру үшін Анита осы уақытқа дейін жүктімін деп алдап келген екен. Маркустың анасы Анитаға енді балама жақындасаң өлтіремін деп айтады. Өтірігі өтпей қалған Анита бәрінен қашып қонақ үйді паналайды. Бірнеше күн өткеннен кейін Анита өз үйіне оралса, киімдері жинаулы тұрған қорапты көреді. Сосын мектепке келіп өз заттарын жинайды. Және мұғалімдер кеңесінің алдында өз ісін ақтағысы келеді. Нәтижесінде оны жұмыстан шығарып жібереді. Далада Хассаның кетіп бара жатқанын көріп, жүгіріп шығады. Хасса Маркусты мектепке әкелген екен. Маркустың ата-анасы ренжіген екен, бірақ уақыт өте келе бәрінің басылатынын жайлы айтады. Маркус Анитаға сәттілік тілейді. Себебі енді көріспейміз дейді. Анита кино соңында жас баланың кесірінен күйеуі мен жұмыстан айырылғанын өкініп отырады. Кино сонымен аяқталды. Егер де осы сияқты киноларды тағы да көргілеріңіз келсе, каналға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.